Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 8-ші сынып қазақ әдебиеті сабағы. Махаббат және абырой бөлімі. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Мұқағали Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының көркемдік құндылығы. Оқу мақсатымыз шығармадағы көркемдегіш құралдардың құндылығын талдай отырып, автор стилін анықтау. Сабақтың мақсаты шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтайды. Ендеше, ой шақыру әдісімен төмендегі сұрақтармен ойымызды бөлісейік. Бірінші сұрақ. Ақын аққу құстың сұлулығын қалай бейнелеген? Екінші. Бала өліміне не себеп болды деп ойлайсыңдар? Баланы емдеуге болар ма еді? Үшінші сұрақ. Ананың орнында қандай шешім қабылдар едіңдер? Төртінші сұрақ. Поэмада қасиетке оқ атқызған қандай күш? Бесінші сұрақ. Ананың әрекеті дұрыс па? Алтыншы сұрақ. Өмірдегі қасірет пен қасиет туралы не білесіңдер? Келесі тапсырмамыз Дейл әдісімен поэманы толық талдау жасаймыз. Дейл әдісін балалар өздерің білесіңдер. Бұл әдіс бойынша поэмалардағы оқиғаларды баяндаймыз, суреттейміз, кейіпкерлерін талдаймыз және қорытынды жасаймыз. Дескрипторы поэманың құрылысына қарай кешенді талдау. Мұқағали 1973 жылы жазған «Аққулар ұйықтағанда» поэмасына халықтың ұғымындағы қастерлі, киелі боп саналатын аққу құс туралы аңызды негіз етіп алған. Поэманың бас кейіпкері баласының жазылуы үшін барлығына дайын. Тіпті ырым-тыйымнан, дәстүрден де аттауға бар ана. Ақын кейіпкердің үлкен таңдаудың алдына келіп тірейді. Ақыры хал үстінде жатқан баланы аққумен аластасаң жазылып кетеді деген тәуіптің сөзін үміт еткен бейшара ана аққуға оқ атады. Қиянат жасау арқылы жақсылыққа қол жеткізуге болмайды деген өмір заңы поэманың шешіміне айналған. Поэманың негізгі түйіні табиғат, оның байлығын қорғау. Ақын аққу бейнесі арқылы сұлулыққа, нәзіктікке, адалдық, оны қадірлей білуге тәрбиелейді. Ал енді осы әдіспен кейіпкерлеріне талдау жасасақ, бұл поэмада өзі ана, бала, тәуіп шал, әке, жылқышы, 5 кейіпкер бар. Ана бұл баланың анасы, ержүрек, батыл, өзінің баласына деген махаббатын киелі аққу құсты атып өлтіргендіктен баласынан да айырылады. Ал бала бұл сырқаттанып жатқан бала. Тәуіп шал емші. Әке баланың әкесі. Құдайшылық жолына түспеуді жөн көріп, киелі аққу құсты атудан бас тартты. Ал жылқышы жылқы бағып жүрген адам. Парасатты, ақылды, данышпан. Ол анаға ақыл айтып, оны дұрыс жолға қоюды тырысты. Енді қорытындылайтын келсек, осы Ғабит Мүсірепов Мұқағали ақынның поэмасына разы болып, өзінің алтын қаламын сыйлаған екен. Ақын Фариза Оғынқарсынова Мұқағалидай ақыны бар халық бақытты халық деген екен. Мұқағали жыр жазудың шебері. Осы поэмада басы артық дүние жоқ. Абай айтқандай, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы деген өлшемге композициясы да сыйып тұрған поэма. Үшінші тапсырма ойланайық әдісі. Шығарманың үзіндісі бойынша автор стилін, әдеби көркем құралдарын талдау. Ықтимал жауапқа қараңыздар. Құс әппақ, айдын әппақ, нұр да әппақ, әппақ нұрға қосылады. Әлдилеп ақ төсінде бермей тыным, ақ айдын, ақ мүсінін тербей тұғын. Бұл үзіндіде автор стилі өзінің образдарын ашуда,
Ақын образдашуда эпитетті өте ұтымды қолданған. Ақ нұр, ақ мүсін, ақ сәуле ұғымдарының кездесуі тақырып пен идеяның бірлігін көрсетеді. Бір ұғымды түрлендіріп, әртүрлі атаулармен атап, жалпы мәтіннің көркемдігін арттыру. Өлең тілмен өрілген ақын стилі, форма мен мазмұн арқылы берілген ұлттық образ бен идеяның тұтастығы. Бұл адам сезімін баурап, ерекше реңк беріп, қызығушылығын одан әрі оята түседі. Сендердің де жауаптарың осындай болуға кәміл сенімдімін. Ал енді осы «Аққулар ұйықтағанда» поэмасында метафора, эпитет, теңеулерді тауып көрейікші, балалар. Ықтимал жауапқа қарайық. Метафора: ақ төсек, аппақ айдын, аққу бала, өмір дария. Эпитет: тәкаппар құс, мөлтілдеген көз жасы, маужыраған түн, ақ қанатын сабалап, сұм жүрек, ақша бұлт. Ал теңеу: таста тұнған жаңбырдың тамшысындай, қалай біткен мына көл тау басына дегенде, жаңбырдың тамшысындай теңеу екен. Сарқытындай өлімнің қалған қарға, екеу болса дүние-ай, арман бар ма дегенде, сарқытындай өлімнің деген теңеу. Келеді ана қара бет қарақшыдай, ел мен жерден бір жола аластаған. Қара бет қарақшыдай. Ал енді балалар, сабағымызға кері байланыс. Аяқталмаған сөйлем әдісі арқылы кері байланысымызды береміз. Мен үшін не қиын болды? Мен түсіндім, білдім. Мені таң қалдырды. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.